Сәлем достар! Бүгін біз баланың тілінің дамуы туралы айтатын боламыз. Баланың тілінің дамуында жалпы негізі саусақ қол моторикасының дамуы өте маңызды болып табылады. Саусақ ойындары арқылы баланың сөйлеуге деген талпынысы, қабілеті дамиды және де ынтасы артады. Сонымен қатар сөйлеу мүшелерінің әрекеттерінің қозғауларының дамуы және де саусақтың нәзік қимылдарының қозғалысы бір-бірімен өте тығыз байланыста болып келеді. Сондықтан да егер де балаңыз 3 жаста, бірақ тілі әлі де дұрыс қалыптаспаған болса, онда сіздерге мынадай саусақ ойындарын ойнауға кеңес беремін. Кішкентай үйшікте. Кішкентай үйшікте. Терезе бар кішкентай. Терезе кішкентай. Күн шыққанда жарқырап. Күн жарқырап. Әтеш тұрып шақырат. Әтеш тұрып шақырат. Мысықтар да мияулайды. Мысықтар да мияулайды. Күшік үйді сыпырат. Күшік үйді сыпырат. Бақ ішінде дөңгелек. Жатыр жерде қытырлап. Атың кім деп сұрасам? Бұл орам жапырақ. Екі қоян. Орман іші. Секіреді. Қашады. Әр жартастың артына тығылам деп шашады. Достар, осындай және де өзге де саусақ жаттығуларын күнделікті 2 немесе 3 рет қайталап жасап тұрсаңыздар, бұл балалардың саусақ қол моторикасының дамуына өте жақсы әсер етеді және де бала тілінің дұрыс дамып қалыптасуына ықпал етеді.